5 жыл бойы Қазақмыс нарықтағы орнын сақтап келеді және жоспарланған өндірістік көрсеткіштеріне де қол жеткізуде. Өткен жылдың өндірістік есебінің нәтижелері бойынша топтың барлық бөлімшелері тұрақты көрсеткіштерге қол жеткізген. Катодты мыстың жалпы жылдық өндірісі 294 мың тоннаны құраса, меншікті концентраттан өндірілген мыс көлемі 292 мың тоннаны құрады. Бұл көрсеткіштер 2012 жылдың өндірістік жоспарына толықтай сай келеді. Ілеспелі өнімдер өндірісі де компания болжаған деңгейге сәйкес келеді. Қазақмыс Power бөлімшесі де өндірістік қызметте жоғарғы нәтижелерге қол жеткізді. Екібастұздың ГРЭС-1 станциясында сұраныс көлемінің үздіксіз артуы мен қуат мөлшерінің көбеюі салдарынан электр энергиясының нақты таза өндірісі 13%-ға ұлғайды. 2012 жылдың 4-ші тоқсанында 6-шы энергоблоктың іске қосылуы электр станциясының қуатын 20%-ға арттыруға мүмкіндік берді.